Саламатсыздар ма, құрметті достар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 4-ші сынып математикасының 88-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен бірінші есепті шығарайық. Әріп жауаптарды көрсетілген ретпен қойып, сөзді оқы. Біріншісі 420 мыңды бөлеміз 700-ге. Оны бұлай оңай жолмен есептеуге болады. 420 мыңды 700-ге бөлсек, 700-де 2 нөл бар. Ал 420 мыңда 4 нөл бар. Оның 2 нөлін сызып тастаймыз. 42-ні 7-ге бөлсек 6, 2 нөл қалғандықтан 2 нөлді жалғаймыз. Сонда 600. Бұл к әрпі. Қалғандарын да солай оңай жолмен есептеуге болады. 140 мыңды бөлсек 700-ге 200 болады. Бұл ө әрпі. 6.300.000 мыңды бөлсек 700-ге 9 мың болады. Бұл н әрпі. 350 мыңды 700-ге бөлсек 500. ш әрпі. 21 мыңды 700-ге бөлсек 30 к әрпі. 560 мыңды 700-ге бөлетін болсақ 800 болады. Бұл әрпі. Және осы шыққан әріптерді орын-орнына қоятын болсақ, сонда көшкін деген сөз шығады. Екінші есеп, екі дененің қозғалыс сызбаларына қара. Олар нені білдіретінін және формулаларды түсіндір. Яғни біріншісі, бір бағыттағы қуып жету қозғалыс кезіндегі жақындау жылдамдығы, ал екіншісі бір-біріне қарама-қарсы бағыттағы жақындау жылдамдығы, үшіншісі бірінен бірі қарама-қарсы бағыттағы қашықтау жылдамдығы болып табылады. Үшінші есеп, есепті шығар. Мотоциклшілердің арақашықтығы 50 км. Біріншісі 40 км сағат, екіншісі 50 км сағат жылдамдықпен қозғалды. Қанша уақыттан кейін екіншісі біріншісін қуып жетеді? Сонымен бізге берілгені арақашықтығы 50 км, В1 жылдамдық 40 км сағат, В2 жылдамдық 50 км сағат. Ал енді табу керек уақытты, яғни қуып жету уақытын табу керек. Шешуі В жақ тең болады. В2 жылдамдықтан В1 жылдамдықты азайтамыз. Сонда 50-ден 40-ты азайтатын болсақ 10 км сағат болады. Ал уақытын анықтау үшін арақашықтықты көбейтеміз. В жаққа тең болады. 50-ді бөлеміз 10-ға тең 5 сағат. Сонда жауабы 5 сағаттан кейін екіншісі біріншісін қуып жетеді. Төртінші есеп, есепті теңдеу құрып шығар. Сонымен автокөлік пен автобустың арақашықтығы 60 км. Автокөлік 70 км сағат жылдамдықпен, ал автобус 50 км сағат жылдамдықпен жүрді. Егер олар дәл осындай жылдамдықпен қозғалатын болса, автокөлік автобусты қанша сағаттан кейін қуып жетеді? Яғни берілгені S-тен В1 азайтылған В2 жақшаны жауып, оны көбейтеміз т-ға. 70-тен 50-ді азайтатын болсақ 20 болады. 20 көбейтілген x тең 60. X тең 60-ты бөлеміз 20-ға. Өйткені x-тің алдындағы көбейту теңдіктің оң жағына өткенде бөлу болып өтеді. 60-ты 20-ға бөлсек 3 болады. Ал енді теңдіктің дұрыс шыққанына көз салайық. 70-тен 50-ді азайтамыз 20, 20-ны 3-ке көбейтсек 60. 60 тең 60. Жауабы автокөлік автобусты 3 сағаттан кейін қуып жетеді. Бесінші есеп, тапсырманы орында. Арманның және Әлияның қозғалыс графигіне қара. Арманның жолдың бастапқы 2 минутындағы жылдамдығын анықта. Келесі 3 минутта ол не істеді? Әлия қозғалысты қанша уақыт кеш бастады? Әлияның жолдың алғашқы 2 минутындағы жылдамдығын анықта. Қозғалыс сызығы неге 7 мен 12 минут аралығында уақыт өсімен параллель жүреді? График бойынша тағы да сұрақтар ойластыр дейді. Яғни біріншісі жылдамдығын анықтайық. S арақашықтығы 300 метр, Т уақыты 2 минут, ал жылдамдығы анықтау үшін арақашықтықты бөлеміз уақытқа. Сонымен 300-ді 2-ге бөлетін болсақ 150 метр минут болады. Екінші, Арман келесі 3 минутта қозғалыста болмады. Яғни ол тоқтап қалғандықтан қозғалыста болмады. Үшіншісі, Әлия қозғалысты 5 минут кеш бастады. Ал төртіншіден арақашықтығы 500 метр, уақыты 2 минут.
яғни жылдамдығын анықтау үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. 500-ді 2-ге бөлетін болсақ, 250 метр минут болады. Ал 5-ден себебі олар қозғалыста болмады. 6. Арман мен Әлияның жолдың соңғы 3 минутындағы қозғалыс жылдамдығы қандай? Уақыты 3 минут, S-тең арақашықтығы 300 метр, ал жылдамдықты анықтау үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. Сонда 300-ді 3-ке бөлетін болсақ, 100 метр минут болады. 6. Есепті шығар. Жылыжайға 900 гүл отырғызылды. Оның 630-ы жұлдыз гүл, ал қалғандары қызғалдақ. Жұлдыз гүл әр жиекке 35 данадан, ал қызғалдақ 30 данадан отырғызылды. Барлығы неше жиек болды? Сонымен шешуін анықтайтын болсақ, 900-ден азайтамыз 630-ды. Сонда 270, бұл қызғалдақтың саны шығады. 630-ды 35-ке бөлеміз. Өйткені жұлдыз гүл әр жиекке 35 данадан отырғызылғандықтан, ал 270-ді 30-ға бөлеміз. Қызғалдақ 30 данадан. Сонда 18-ге 9-ды қосатын болсақ, 27 шығады. Жауабы барлығы 27 жиек. 7. Есепті шығар. Хауыздың 2 құбыры ашық тұр. Біреуінен су 50 метр куб сағат жылдамдықпен құйылады, ал екіншісінен 40 метр куб сағат жылдамдықпен сыртқа ағады. 2 құбырды да ашқан кезде хауыздың іші бос болды. Қанша уақыттан кейін хауызда 270 метр куб су болады? Сонда біздіге берілгені V1 жылдамдығы 50 метр куб сағат, V2 жылдамдығы 40 метр куб сағат, ал олардың арақашықтығы 270 метр куб. Қанша уақытта құйылатын, яғни уақытын анықтау керек. Уақытын анықтау үшін арақашықтықты бөлеміз, V1 жылдамдықтан азайтып V2-ні. Сонда 50-ден 40-ды азайтамыз, 10 болады, сосын 270-ді 10-ға бөлеміз. Сонда 27 сағат. 27 сағатты күнге есептейтін болсақ, 1 күн 3 сағат. Яғни жауабы 27 сағаттан кейін хауызда 270 метр куб су болады. 8. Есеп. Ойлан және жауап бер. Емен мен теректе 26 құс қонып отыр. Теректен 6 құс ұшып кетті, ал еменнен 4 құс терекке келіп қонды. Осыдан кейін 2 ағаштағы құстардың саны бірдей болды. Бастапқыда ағаштардың әр қайсысында қанша құстан қонып отырды? Демек, 26-дан 6-ны азайтатын болсақ, 20, оны 2-ге бөлеміз, 10 болады. X-ті терек деп белгілеп, теңдеу құрып шығарайық. Жақша ішінде x азайтылған 6, жақшаны жауып 4-ті қосамыз, тең 10 болады. X азайтылған 6 тең 10 азайтылған 4. 4-тің алдындағы қосу теңдіктің оң жағына өткенде азайту болып өтеді. Сонда 10-нан 4-ті азайтсақ 6 болады. X азайтылған 6 тең 6. 6-ның алдындағы азайту теңдіктің оң жағына қосу болып өтетін болса, 6 қосылған 6 тең 12 болады. Демек, бұл теректің саны. 26-дан 12-ні азайтамыз, тең 14. Жауабы теректе 12 құс, ал еменде 14 құс қонып отырған. 9. Есеп. Қар басқан тегіс даламен сырғанауды бір бағытта бастаған 2 шаңғышының арасы 700 метр. Артында келе жатқан шаңғышының жылдамдығы 200 метр минут. Егер алдындағы шаңғышының жылдамдығы 150 метр минут болса, екіншісі оны қанша уақыттан кейін қуып жетеді? Сонымен бізге берілгені ара қашықтығы 700 метр. V1 жылдамдық 200 метр минут, ал V2 жылдамдық 150 метр минут. Уақытын анықтау керек. Сонымен шешуі уақыт тең арақашықтықты бөлеміз, жақша ішінде V1 азайтылған V2 тең болады. 700-ді бөлеміз. 200-ден 150-ді азайтсақ 50 болады. 700-ді 50-ге бөлсек 14 болады. Сонымен жауабы алдындағы шаңғышыны 14 минуттан кейін қуып жетеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.